Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 75 жыл. Бүгінде Қазақстанда жыл сайын шамамен 420 мыңға жуық сәби ашық аспан астында дүниеге келіп, 19 миллионға жуық адам бейбіт өмір сүруде. Бұл әрине жеңіс әкелген солдаттардың еңбегінің арқасы. Хабарымыздың бұл жолғы саны сондай соғыс ардагерлерінің бірі Есенбай Таханов жайында болмақ. Мынау атаңның өзі киген костюмі, соғыстан алған ордені, мынау медальдары, мынау медаль заты бар. Есенбай Таханов 1920 жылы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1940 жылы Қарқаралы зоотехникумын үздік тәмамдаған. Еңбек жолын Ақтоғай ауданы зоотехника болып бастаған. 1941-45 жылдары екінші дүниежүзілік соғысына қатысып, Балтық әскери теңізшілер десантына миномет расчетының командирі болған. Ленинград қаласын азат етуге қатысқан. Ерлік үшін, Ленинградты азат еткен үшін төсбелгілерімен даңқ және екінші дүниежүзілік соғысының бірінші және екінші дәрежелі ордендерімен марапатталған. Есенбай Таханов 1942 жылдың ақпанында қан майданға аттанады. Ол кезде оның жасы небәрі 21-де еді. Жас зоотехник оқуын жалғастыру үшін Мәскеудегі Тимирязев академиясына жолдама алған болатын. Алайда зұлмат соғыс жас жігіттің өмірлік мақсат жоспарын өзгертіп жіберді. Әрине, екінші дүниежүзілік соғыс тек Есенбайдың ғана емес, сол кезеңде өмір сүрген барша адамзат баласының жүрегін жаралап, қолына қару алуға мәжбүр етеді. Внимание! Говорит Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Сол жылдары армия қатарына республика бойынша 1,2 миллионға жуық адам шақырылған болатын. Оның 60 мыңы Қарағанды облысынан еді. Ел басына күн туған бұл уақытта еліміздегі әрбір 5-ші адам майданға аттанды. Сол 5-шінің бірі Есенбай Таханов еді. Ақмолада бұлар дайындық жасайды, кавалерияда. Содан Ақмоладан пойызға артып, бірінші соғысты Қарқытөбеде қарсы алады. Соғысты жараланған аяғынан. 42 жылы 10 ақпанда осымына шет аудандық военкоматтан кетеді сол жерден. Содан мына біздің қазіргенде Астана, ол кезде Ақмола деп аталған осы жерде 106-я казахская дивизия дейді, жаңағы атты әскер. Сол бұл дивизияның өзі үлкен дивизия болған. Жаңағы 3 полк, оның ішінде мен ұмытпасам эскадрилья связи деген болған. И оның ішінде жаңа 95-ші артиллерия дивизион. Біздің әке сол минометчик болған, осы дивизионда болған. Осы шет жаңа военкоматтан кеткеннен кейін мына жерде формирование дивизия болған. Содан бұл кісілерді 42 жылдың мартынан бастап жібереді. Курляндияның жерлерінде осы сол жақтарда соғысқан. Отыра беріңдер. Миналар қару-жарақ окоптарынан 50 метр қашықтықта орналасуы тиіс. Минометтарды оннан солға қарай 15-30 метр арақашықтықта қоямыз. Ерасыл, көлік осы жерде тасада тұрады. Украина жерінде жарақаттанып жаңа Чернигов қаласында, енді ұмытпасам, госпитальда жатқан кезде бұл кісіні қосымша оқытады. Теңіз десанттығы дейді, сол жерден бұл командир минометного расчета деп, бірінші Балтық флоты теңіз десанты болып соған түскен. Адмирал Трибус басқарған дейді. Сонда жаңағы әскери десант, морской десант өте қай жерде қиын жағдай сол жерге лақтыратын дейді. Ол кезде әкей жаңағы миномет расчетының командирі болған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Ленинград қаласы 1941 жылдың 10 шілдесінен 1944 жылдың 10 тамызына дейін 900 күн жау қоршауында болғаны белгілі. Блокада кезінде
қала жұртшылығы сыртқы әлеммен өмір жолы атанып кеткен Ладога көлінің мұзымен салынған көлік жолы және әуе арқылы ғана байланыса алды. Халыққа қажетті қару-жарақ, азық-түлік тек осы жолдармен тасымалданды. Бұл жылдары 850 мыңға жуық бейбіт тұрғын қаза тапты. Кеңес одағының армиясы Балтық флотының көмегімен 1943 жылы блокаданы бұзып, 1944 жылы Ленинград басқыншылардан толық азат етіледі. Кейіннен бұл шайқасқа қанын да, жанын да аямай қатысқан сарбаздар Ленинградты азат еткені үшін төсбелгісімен марапатталды. Солардың қатарында Есенбай Таханов та бар. 45 жыл соғыс аяқталды дейді, 9 майда. Ол кезде біздің әскер 9 майда жаңағы тойлап жатқанда біз Курляндияда соғысып жаттық дейді. Немістер берілмей дейді. Курляндияның жері батпақ. Оған танкі барамайды, артиллерия барамайды дейді. Содан тағы морской десантпен пехотаны апарды дейді. Содан бұл кісі минометный расчеттің жаңағы несі, командирі, сол минометпен атқылап, минометтің минасының бір кереметтігі өте жарылғыш дейді. Айтып отыратында. Ана батпақты жерде соңғы судың бетіне жай түссе, жай бомбалар жарылмайды, батып кетеді дейді. Ал мина сразу жарылады дейді. Соңғы бұның керемет қасиеттігі жаңағы жерге түскенде кәдімгі қол шалғымен қырғандай шөпті қырып кететін дейді. 3000-дай осколка береді дейді. Жаңағы өте жойқын күш дейді. Сонымен жаңағы Курляндияда соғысты аяқтап, енді соғыс аяқтан кейін енді соғыс біткеннен кейін Жапониямен соғысқа бізді дайындап, жас әскерлер неге соғысқа бармайды, тек қана опыты бар жаңағы әскерлер соғысқа қатысқан. Солар барады деп отырғанда, уже барайық деп отырғанда, бас қолбасшының бұйрығы шықты дейді. Мұғалімдер мен ауыл шаруашылық қызметкерлерін ауылға қайтару керек. Өйткені ауыл шаруашылығы мен жаңағы өте төмендеп кеткен. Мамандарды қайтару керек. Сол бұйрыққа ілігіп, өйткені бұл кісі ауыл шаруашылығы мамандығы ғой. Содан жаңағы елге қайттым дейді. 1945 жылы күзде елге оралған Есенбай Таханов райзо зоотехнигі қызметіне қайта кіріседі. 1950 жылдан бастап сол кездегі Калинин, Киров колхоздарының төрағасы, одан кейін Шет, Ақтоғай, Қарқаралы аудандарының біріккен ауыл шаруашылық басқармасының бас зоотехник атанып, 1963-тен 1977 жылға дейін Шұбартау совхозының директоры болып қызмет атқарады. Таханов Есенбай ағамызды мен 1952 жылы ол кездегі Қарағанды облысы Қоңырат ауданы Калинин колхозында 7 жылдық мектепті бітірейін деп отырған жылы көрдім. Ол кісі февраль айында сол колхозға бұрынғы председатель Тұрғанов Шайкен Ақсақал Қызыларай колхозына ауысып председатель болып, сол Калинин колхозына Есекен келіп еді. Есекен ағаң Бекен жеңгей екеуі өз бауырларындай сол еркелетіп, о Сағажан келді деп ылғида көңілдерін бөліп, жақсы ықыластарын білдіріп жүруші еді. Өйткені ол кісінің әкесі болды Тақан Ақсақал. Ол кісі біздің әкеймен қатарлас шешейменен. Сонан кейін үй арасында бір-бірімен араласып, осы жақын тұрды. Ол кісінің адамгершілік, қайырымдылық қасиеттеріне, мейірімді мінезіне бір куә болғандай болдым. 1951 жылы Ескен басқаратын Калинин деген колхоздың Кенел деген бөлімшесінде меңгеруші болып менің нағашым Башар Қалиев деген істеді. Мен сол кісінің үйінде жатып оқитынмын. Сол жыл өте қатты болды, қоян жылы. Бүкіл халық күйзеліске ұшыраған, оның ішінде жағыз біздің бөлімшеде күйзеліске ұшыраған, сондай жыл болды. Сонда бір үрпек деген қыстақтан бір қыстақтағы отар жаңағы боранда шығып кетіп, қатты аяздан 400 бастай үсіп қалды. Осыдан кейін жаңағы бөлімшенің халқында енді меңгерушінің туғандардың бәрі үрейленді. Енді 400 бас өлі деген оңай емес. О кездегі заман мынау шопанның бір лағы қасқыр жесе, онда
шопанға бақташыға төлететінді. Сондай жағдай жүргенде жағы мал бас қырылған сон осы Есенбай Таханов колхоздың жағы председатель ғой, басшысы, соның жанында ауданның басқару органдарынан көптеген өкілдер келді. Өкілдер келіп қыстақтар алып, малшылар жинап, жиналыс ашты. Жиналыс ашқанда әртүрлі сөздер болып, біреу міне өкіметтің малын қырды. Бұл кісілерді енді партиядан шығару керек. Жұмыстан босату керек. Енді партиядан шығару деген ол да құрту деген сөз. Жұмыста бермейді, ол адам тапталып қалады. Біреулер бұны сотқа беру керек, малды төлету керек деп, соны әртүрлі сөздер болған ғой жиналыста. Сонда осы көпшілік айтады, мен ол кезде балам, бірақ үлкендер айтады, менің шешем де қатысқан сол жиналысқа, сонда айтады, сол есікең шығып айтты дейді. Ей ағайын, бұларың қалай? Біз енді партияның қатал екенін білеміз, партияның талабын білеміз. Бірақ мынау ойласаңдаршы, қыстың табиғаттың мынандай тосын мінезіне кім төтеп баралады? Айқайлаған, шулаған адамдарды қойғызып деді. Бұл ескеңін үлкен адамгершілік еңбегімде менің ойымда қалды сол. Сол кісілерді аман алып қалған, әйтпесе соттап та жіберетін шынында. Есенбай Таханов 1958 жылы бүкіл одақтық ауыл шаруашылық көрмесіне қатысып, сол жылдың ақпанында Қазақ СССР құрмет грамотасымен марапатталады. Ауыл шаруашылығы саласына қосқан үлкен үлесі үшін Есенбай Таханов 1973 жылы Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген зоотехник атағын алады. Соғыстан кейін бейбіт өмірде бір жылы үлкен 9 майға үлкен праздник болып ауданда. Содан әскерден келгендер, соғыстан келгендерді отдельно мылтық атудан жарыс, күрестен, жаяу жүгірден жарыс, қол жарыс. Әкең мылтық атудан да, пышақ лақтырудан да, күрестен де бірінші орын алып еді деп. Сондай азамат болған адам. Әкемнің халық арасында айтқан сөздер өте көп. Ол кісі совхоз басқарғаннан кейін облыстық жиналыстарға жиі шақырып тұрады. Сол бірде осы Қарағанды қаласына келіп, жаңағы бір жиынға қатысайын деп келгенде, Қарағанды гостиницасынан орын ала қояйын деп барса, алдында қош келдіңіздер деп жазылып тұр дейді. Енді ішіне кірсе, жаңағы кезекші айтады дейді, ағатай орын жоқ деп. Сонда әкей айтыпты, әй шырағым-ай, анау алдында маңдайшасына қош келдіңіздер деп жазып қойыпсыңдар. Неге астына бекер келдіңіздер деп жазып қоймайсыңдар деп. Содан жаңағы ұялған тек тұрмайды дегеннен шығады ғой. Кезекші ағатай бергенші деп бір орын тауып беріпті. Күлдіргі әңгімелері отырған жерде айтылып отырады, Есекең баяғыда былай депті деген сияқты. Сонда бірде біздің Ақтоғай ауданына ол кезде Андыва деген әгі самолет ұшады, ел кукуруз деп атап кеткен. Осы аэропортында мына қаланың шетінде, сонда сол ұшайын деп аэропортта әуежайда самолет күтіп отырады ғой. Сол кезде жаңағы хабарландыруды орыс тілінде 2-3 рет айтады дейді. Содан кейін қазақша бір-ақ рет айтады дейді. Сонда жанында отырған жаңағы басқа тілді азаматтар, орыстар болу керек, Есекеңе қарап күледі дейді. Мені көрдің бе, міне қазақша бір-ақ рет айтады, ал орысша 2-3 рет айтады деп. Сонда Есекең айтыпты оларға, сендерге 2-3 рет айтпаса түсінбейсіңдер, бізге бір-ақ айтқан жетеді деп. Сол сияқты ол кісі тапқыр, жаңағы сол табан астында сөз тауып, табан астында жаңағы әзілменен жауап қайтаратын кісі еді. Биыл соғыс ардагерінің туғанына 100 жыл. Бүгінде Есенбай Тахановтың 10 баласынан тараған 28 немере, 35 шөбересі бар. Олардың алдыңғы легі мұғалімдер болса, одан кейінгілері инженерлік салада ел үшін аянбай еңбек етіп келеді. Жылдар өткен сайын сұрапыл соғыстың жаңғырығы алыстап барады. Десек те отан үшін от кешіп кеудесін оққа тұсқан баһадүр бабаларымыздың ерлігі сіз бен біздей жас ұрпақтың барында ешқашан ұмытылмақ емес.